Қараүйрек ертегісі. Екінші бөлім. Үш ақ отауды бір жерге тіктіріп, кіші қызды өзі алып, сол үш мырзаның мал жайына ие болады. Елін 1-2 жылдан кейін көшіріп алып келе жатып, қараүйрек қыздарға: «Сендерге аш-жалаңаш адам көрінсе, қалдырмай ала келіңдер», дейді. Сөйтіп өзі басқа жолмен жүреді. Қараүйрек келе жатса, алдында мойны ырғайдай, беті торғайдай, үсті-басы алба-жұлба, екі ағасы аштан талып жатыр екен. Бауырларын көргенде қараүйректің есі қалмайды. Азынаулақ тамақтандырып кетіп, көшін қуып жетіп тоқтатады. 3 отауды тіккізіп, тамақ жасатқызады. Өзі 2 атқа ер-тоқым салып, бауырларын мінгізіп алып келеді. 2 ағасын 40-40-тан 80 биенің сүтімен жуындырып, киіндіріп, үлкен ағасына үлкен қызды, ортаншы ағасына ортаншы қызды қосады. Үлкен ағасына жылқы мен түйе түлігін, ортаншы ағасының сиыр мен ешкі түлігін беріп, өзі қой түлігін алып еліне барады. Ағалары қараүйрекке арамдық ойлайды. Өзі сұлу қызды алды, бізге нашар қызды берді, деп қараүйректі өлтірмек болады. Бұлайша өлтіре алмайтын болған соң, ақыл қорытады. Бұл істі үйдегі әйелдері білмейді. Бір күндері ақылдасып, түн ортасы болғанда қараүйректің үйіне келіп, есігіне көлденең шалғы байлап қояды да, Қаражорға жаққа барып айғай салады. Ұйқыда жатқан батыр қойға бөрі шапқан екен деп, далаға жүгіре шығады. Жүгіре шыққанда тізесінен шалғы қырқып түседі. Екі ағасы оны түнде көзі көріп үйлеріне қайтады. Қараүйректің әйелі ерінің жағдайын біліп, шалғыны есігінен шешіп алып тастайды. Киіз күйдіріп, қанды тоқтатып, аяғын киізбен қаптап береді. Ақылды әйел бір нәрсені білгендей, ерінің астынан жер ошақ қазып, киізге орап, азық, тамақ, сауыт сайман тығып, үстіне құрым киіз салып отырғызады. Астында не бар екенін қараүйрек те білмейді. Сонымен таң атады. Күн шығады. Ағалары келіп, інісінің зарлағанына, келіннің жылағанына қарамай, үйін жықтырып, көшіріп әкетеді. Інісін жұртқа тастап, екі ағасы елден ұзап кетеді. Қараүйрек ашығып, зарлап, жылап отырса, аяғының бір жеріне астындағы киіз жабысып қалыпты. Орнынан қозғалып, киіздің астын сипаласа, жер ошақ, қолына сауыт сайман, қант, шай, пісірген ет, май ілінеді. Сөйтіп өлместің күнін көріп отырғанда, қараүйректің қасына аяқ жолын ғана көретін кембағал бір адам келеді. Екеуі дос болып сыр айтысады. Сонда аяқ жолын ғана көретін адам жағдайды айта келе: «Менің өнерім сол, жаудан қашқанда артымды тұман, алдымды ашық қып құтылып кетем», депті. Сонымен бұл екеуі аң атып, жеп күнелтіп жүрсе, екі аяғына қазандай тас байлап келе жатқан бір адамға кез болыпты. Ол желаяқ екен. Бұларға желаяқ та дос болады. Желаяқ тасын тастап, қараүйректі арқалап жүреді. Құс атып жеп күнелтеді. Бір күні бұлар аң аулап жүріп, бір ауылдың үстінен шығады. Екеуі ауылға келсе, күйеуге кеткелі жатқан тойдың үстінен шығады. Бұлар да тойға барады. Бірін-бірі арқалап жатқанды көзі көріп, бөлек үйге апарып табақ тартады. Үшеуі бір ойға келеді. Біз табыс табамыз, бірақ үшеу ара бір тамақ істеп беретін біреу керек қой. Тойда бір жүрген қызды алып кетелік, деп ойлайды. Ойларын қорыта келіп, ретін тауып, Сарқыт деген бір қыз баланы алып қашады. Оны көріп қалған халық қуады. Желаяқ екі адамды көз көрмейтін жерге алып кетеді. Қуғыншылар артындағы көзі кем адамды қуып жетіп қалыпты. Сонда ол артында қара жел үрлеп жібергенде, алды ашық, арты тұман болып кетеді. Қуғыншылар адасып қалады. Сонымен үшеуі суы мол, жайлы жерге барып үй болып қоныстаныпты.
Күндердің күнінде қараүйрек аң атып қайтып келе жатса, бір мысық кез болыпты. Үйдегі қарындасым Сарқыт ермек етсін деп мысықты ала келіпті. Аңға кетіп бара жатқанда қараүйрек қант пен тоқаш тастап кетеді екен. Оны Сарқыт пен мысық екеуі бөліп жейді екен. Бір күні қант пен бауырсақ тастап мысықты шақырса, мысық келмепті. Сарқыт өзі жеп қойыпты. Мысық келіп, «Тәте, неге шақырдың?» деп сұраса, «Жаңа мен үй жинап жүріп қант пен тоқаш тауып алып едім. Сен келмеген соң өзім жеп қойдым», дейді. Оған өкпелеген мысық, «Ендеше мен отты өшіремін», деп құйрығымен шелектегі суға малып алып суға отты шашып жібереді де, от сөніп қалған соң, Сарқыт ағаларын іздеп шақпақ алуға келе жатса, көз ұшында жылтылдаған бір от көрінеді. От алу үшін барса, 7 басты жалмауыз кемпір екен. Жылтылдаған соның көзі екен. Қарағым, жақсы келдің, неғып жүрсің?» дейді кемпір. «Шешеке, от алайын деп едім», дейді қыз. «Бармағыңнан бір сорғысаң, от беремін. Болмаса от бермеймін. Оған көнбесең өзіңді жұтып та қоямын», дейді кемпір. Сарқыттың қорыққаннан есі шығып кетеді. «Жарайды шешеке», деп Сарқыт бармағын сорғызады. Кемпір сорғанда қыз бозарып кетеді. Кемпір қыздың етегіне тұз бен күл түйіп береді. «Үйіңе барғанша шеңгел бол, от бол деп бар, артыңа қарама, қараүйрекке айтпасаң от болады. Егер қараүйрекке айтсаң, жұтамын», дейді жалмауыз. Айтқанын орындап барса, жолдың екі жағасы ит өтпес шеңгел болып, күлі от болыпты. Қыз отты жағып уайымдап отырғанда ағалары келеді. Үйдің алдындағы жолдың шеңгел болып Сарқыттың бозарғанын көріп ағалары сұраса, жалмауыздан қорқып айтпайды. Ағалары аңға кеткенде жалмауыз келіп, «Желаяқ астында, сауыт сайманы үстінде, алмас қылышы қолында қараүйрек бар ма екен, жоқ па екен?» дейді. «Желаяғы астында жоқ, сауыт сайманы үстінде жоқ, алмас қылышы жоқ, қараүйрек үйре жоқ», дейді қыз. Жалмауыз кемпір күнде келіп қолын сорып тұрады. 3-4 күнде Сарқыттың саудырап сүйегі ғана қалады. Енді ағаларына айтпаса болмайды. Бастан аяқ ағаларына не болғанын айтады. Ағалары үйдің есігінен бастап ошаққа дейін ор қазып, үстіне шыбық салып, киіз жауып қояды. Қызға жалмауыз кемпір келгенде сөзін айтып болған соң мына сөзді айт. «Жел аяғы астында жоқ, сауыт сайманы үстінде жоқ, алмас қылышы қолында жоқ, қараүйрек үйде жоқ. Келсең кел, келмесең өзің біл, жалмауыз», дейді. Сөйтіп өздері көрінбейтін бір жерде дайындалып отырады. Жалмауыз кемпір келіп, бұрынғы айтатын сөзін айтып болған соң, Сарқыт та сөзін айтып, «Келсең кел, келмесең өзің біл, жалмауыз», дейді. Кемпір ашуланып қызға ұмтыла бергенде ортаға гүп етіп түсіп кетеді. Аңдып отырған ағалары келіп, басын әрі өтіп бір кеседі, бері өтіп бір кеседі. Бір басы қалғанда жалмауыз жалынады. «Мені өлтірме, не тілегің бар, соған жеткізейін», дейді. Сонда да оны көрейін деп ордан шығарып алып, көзі кемге көз сал, аяғы жоққа аяқ сал, желаяқты желаяқ емес ет, Сарқытты сұлу ет, дейді. «Бәрін орындаймын, өлтірмесең болды», дейді кемпір. Сонымен жалмауыз Сарқытты жұтады. «Құс», дейді, құсады. Сұлу қыз болып түседі. Кемді жұтады. «Құс», дейді, құспайды. Бірнеше рет айтқанда зорға құсады. Сұлу көзді болып түседі. Енді желаяқты жұтады. Мұны да зорға құсады. Қараүйрек айтады, «Мені құспауы мүмкін, сендер басын алып, сүйегін қалдырмай шағып, мені тауып алыңдар», дейді де өзін жұтқызады. Серіктері «Құс», дейді, құспайды, «Құс», дейді, құспайды. Сонан соң жалмауыздың басын кесіп, бақайшағын шақса, қараүйрек малдастап құрып, садақтың оғын жонып отыр екен. Жоғалған досын тауып алып, серіктері қатты қуана. Бұлар енді жалмауызды өлтіріп, қазынасын теңдей бөлісіп алады. Барлығы ақылдасып, Сарқытты еліне алып барып, әке-шешесіне тапсырады.
Ата-анасы қатты қуанып, қызын сүйген жары көзді болған жігітке қосады. Жігіт ақылды болып, сол елді билейді. Сол елден үй алып, ат мініп, жолдастарымен қоштасып, желаяқ емес болған жігітті қасына алып, Қараүрек өзінің сүйген жарын іздейді. Жерден жерді аралап, елден елді аралап жүрсе, үш бірдей ақ отау қатар тігілген үйлерді көреді. Келсе өз үйлері. Мейман қонақпыз деп келген екі адамды ағалары танымай қалады. Өзінің әйелі ғана таниды, бірақ басқалары сыр білдірмейді. Мейман қонақтарын сыйлағаннан кейін сөз қыздырып екі ағасын батырлығын айтады. Сонда Қараүрек былай дейді: егер батыр болсаңдар, қазір әуеге садаға атсайық дейді. Батырлар келісіп әуеге садаға атсады. Барлығы бір мезгілде садаға атса, екі ағасының оғы өздерінің үстіне түсіп, оны үстіне қасындағы інісінің оғы мен желаяқтың оғы да қоса тиіп, қара ниеттері қаза тауыпты. Үш қыздың кенжесі сүйгенімен жылап көрісіпті. Желаяққа ортаншы апасын қосыпты. Үлкен апасын өзінің сүйгеніне тепті. Сол елге Қараүрек әділетті патша болыпты. Бажасы желаяқты уәзір қылып алыпты. Сөйтіп мұрат мақсаттарына жетіпті. Ертегінің соңы. Келесі ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.